Сәлем достар, бүгін біз TikTok-тағы ең танымал видео рецепті қайталаймыз. Ол үшін бізге қызанақ, колбаса, ірімшік, лаваш және майонез қажет. Алдымен барлық ингредиенттерді турап аламыз. Одан кейін лавашымызды кесеміз. Лаваштың 4-тен 1 бөлігіне майонез жағамыз. Лаваштың қалған бөліктеріне колбаса, қызанақ және ірімшікті кезекпен орналастырамыз. Одан кейін лаваштың әрбір бөлігін видеодағыдай жабамыз. Лаваштың бетіне үгітілген ірімшікті себеміз. Лаваш орамасын микроволновкаға 3 минутқа саламын. Лаваш пиццамыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.